Бүгінгі видеода біз Google Forms'ты қолданып, тест жасаудың қарапайым және тиімді жолдарын қарастырамыз. Бұл құралды пайдалана отырып, сіз оқушылардың білімін тексеруге арналған тесттерді оңай дайындап, нәтижелерді автоматты түрде бағалауға мүмкіндік аласыз. Google Forms'ты пайдалану үшін алдымен forms.google.com сайтына кіреміз. Немесе Google есептік жазбасына кірсеңіз, мына жерде 9 нүкте бар, соны басамыз және Forms'ты осы жерден таңдауға болады. Google Forms көптеген дайын шаблондарды ұсынады. Оларды өз қажеттіліктеріңізге бейімдеуге болады. Бұл видео мақсаттары үшін біз жаңа форма құруды таңдаймыз. Ашылған формада алдымен тесттің тақырыбын енгіземіз. Төменгі бөлігінде тесттің сипаттамасын немесе нұсқауларын қосуға болады. Және бірден настройкаға барамыз. Настройки баптаулар. Бұл жерде тест таңдаймыз, белгілейміз. Бұл тест екенін, публикация оценок, бағаларды бірден осы форманы жібергеннен кейін шығаруды белгілейміз. Және мына жерде незачтенные ответы, осының бәрін белгілеп қою керек. Мына төмен жақта максимальный балл за вопрос по умолчанию, оны осы жерден қоюға болады. Мысалы 5 балл немесе тест дайындаған барысында әр сұраққа жеке балл қоюға болады, таңдауға болады. Жауаптарды басамыз мына жерде. Бұл жерде біз қол жеткізу параметрін орнату керек. Форманы кім толтыра алады? Кез келген адам немесе тек мектептің пайдаланушылары, сондықтан бұны белгілеп қоямыз. Және мына төмен жақта отправлять форму не более одного раза белгілейміз. Сонда оқушылар осы форманы, тестті бір-ақ рет қана толтыра алады. Төмен жақта значение по умолчанию, мына жерде настройки вопросов, барлық сұрақтарға міндетті түрде жауап беру керек деп осыны белгілейміз. Қайтадан сұрақтарды ашамыз. Және мына жерде енді бізге оқушылардың аты жөнін жазатын жер қалдыру керек және сыныпты белгілейтін сұрақ болу керек. Бұл екі жеке сұрақ ретінде қоямыз осыны тестқа. Ол үшін мына оң жақтағы қосу белгіні батырмасын басамыз. Және аты жөні сыныпты екі сұрақ ретінде қоямыз. Міне аты жөнін сұрақ ретінде қойдық біз. Енді мына оң жақта текст строка деген таңдаймыз. Сонда аты жөнін жазалады. Бұған ешқандай балл керек емес. Баллды алып тастаймыз. Төмен жақта сынып таңдау керек. Оқушылар бұл жерде один из списка деген таңдаймыз. Сонда осы сыныптың біреуін таңдайды. Енді тест сұрақтарын қосуға болады. Ол үшін қосу батырмасын басамыз оң жақтағы және сұрақтарды енгіземіз. Google Forms түрлі сұрақ типтерін ұсынады. Бірнеше жауап нұсқасы бар. Мысалы, және қысқа немесе ұзын мәтін жауаптарды беруге болады. Тізімнен таңдау сұрақтары, рейтинг және шкала сұрақтары. Міне сұрақты енгіздік, енді жауап варианттарын беру керек. Және мына төмен жақта ответы дегенге кіреміз. Ответы дегенге кіріп, дұрыс жауапты таңдаймыз. Дұрыс жауапты таңдап, баллды неше ұпай алады, осы сұраққа жауап бергенге соны белгілейміз. Сосын дайынды басамыз. Бір жауапты таңдау керек. Один из списка таңдадық. Келесі сұрақта екі жауап таңдау керек. Міне дұрыс жауаптарды белгіледік. Және мына жерде оң жақта несколько из списка деп белгілеп қойдық. Келесі сұрақ. Бұл жерде қысқа жауап беру керек. Мәтін, сондықтан оң жақтан текст строка дегенді таңдаймыз және дұрыс
дұрыс жауапты жазамыз. Дұрыс жауапты жазамыз да мына жерге пометить остальные как неправильные деген түртіп қоямыз. Енді соңғы сұрақ бізде ол эссе сұрағы. Осы сұрақ бойынша нұсқау береміз, 45-50 сөз жазыңыз деп. Және мына оң жақта текст абзац дегенді таңдаймыз. Тест сұрақтары дайын. Енді қандай өзгерістер енгізуге болатынын қарастырайық. Мына жоғарғы мәзірде палитраға ұқсайтын батырма бар. Соны бассақ, мына оң жақта шығатын панельден көреміз. Мына жерде жоғарғы колон титулдың шрифтін өзгертуге болады. Және сұрақтардың шрифтін өлшемін, мәтіннің шрифтінің өлшемін және жоғары жаққа сурет таңдауға болады. Мысалы, мынаны таңдайық. Және мына суретке сай мына фонында түсі өзгереді. Осылай қалдыруға болады, немесе мына жерден басқа түс таңдасаңыз болады. Тесттің жанындағы оң жақта батырмаларды біз біріншісін пайдаландық, сұрақ қосуды. Және мына жерден сұрақтарды импорттауға болады басқа файлдан, немесе сипаттама қосу, және әр сұраққа мысалы сурет немесе видео қосуға болады. Біздің тестіміз дайын, енді алдын ала тексеруге болады. Ол үшін жоғары жақта көзге ұқсайтын батырма бар. Соны басамыз. Міне тест осындай болып шығады. Барлық сұрақтарға міндетті түрде жауап беру керек. Мына қызыл жұлдызшамен белгіленген және балл бәрі көрінеді. Бұл жерден шығу үшін мына төмен жақта, оң жақта редактировать форму деген бар, соны басамыз. Тест дайын болған соң жіберу батырмасын басамыз. Және мына шыққан терезеден 3 амалды көреміз. Бөлісудің соның біреуін таңдау керек бізге. Біріншісі ол электрондық поштамен жіберу, тақырып енгізілген, және мынаны белгілеу керек. Сонда біздің тест электрондық хатқа қосылады. Екінші амал ол сілтемені пайдалану. Мынандай сілтеме шығады, оны қысқартамыз. Короткий URL-ді басып көшіру керек. Немесе үшінші амал ол HTML кодты пайдаланып класстың сыныптың веб-сайтына қосуға болады осы тестті. Көшірген қысқа сілтемені пайдаланып тестті ашайық және оқушы ретінде толтырайық. Міне мен толтырдым, алдын ала барлық сұрақтарға жауап бердім. Сонда жіберуді басамын. Тесттің сұрақтарына жауап бергеннен кейін оқушылар бірден нәтижесін көре алады. Міне 30 балл шықты, 40 балдан себебі мына эссе сұрағы бағаланбады. Оны қалай бағалау керек екен көрейік қазір. Ол үшін тест сұрақтарын қайтадан ашамыз. Бұл жерде бірден көрінеді мына бір жауап түскені. Осыны ашып көрейік. Оқушылар формадағы сұрақтарға жауап бергеннен кейін сіз Google Forms арқылы жауаптарды оңай бақылай аласыз. Жауаптар графиктер және кестелер түрінде көрсетіледі. Қажет болса, жауаптарды Google Sheets кестесіне экспорттауға болады. Мысалы, ол үшін установить связь с таблицами деп ашамыз және жаңа таблицаны таңдаймыз. Жаңа таблицада тестқа байланысты барлық ақпарат көрінеді. Мысалы, тест қашан орындады, неше балл алды, аты жөні, сынып және сұрақтарға қандай жауап таңдағаны. Тесттағы эссе сұрақты бағалау үшін біз жауаптар бөлімінде екінші батырманы басамыз. Сұрақ деген. Мына жерде сұрақтардың бәрі көрінеді.
эссе сұрағы ең соңғы сұрақ болған, 9-шы. Міне сұрақ шықты. Біз оны оқып шығамыз да, және мына жерде дұрыс немесе дұрыс емес деп белгілейміз. Және бұл жерден мысалы неше ұпай қоясыз, неше балл қоясыз, осы жауапқа соны таңдау керек. Төмен жақта сақтау деген батырма бар, сохранить. Соны басамыз. Енді сводқа қайтып барсақ, жаңағы статистикаға, бізге көрінеді, мысалы, мына 40 балдан 30-39 алған. Біз бағалаған эссей бірден нәтижесі шығады мына жерден. Әр оқушының нәтижесін көруге болады. Мына жерде отдельный пользовательді бассақ, аты жөні, жаңағы тестқа қалай жауап берген бәрі көрінеді. Google Forms Google'ның басқа қызметтермен біріктірілген. Жаңа біз тест нәтижелерін Google таблицалардан, Google Sheets'тан көрдік. Енді мына жерде жоғары жақта Google дисктің батырмасы бар. Осыны бассақ, біз тестті Google дискқа көшіре аламыз. Google Forms'ты кері байланыс алу үшін де қолдануға болады. Оқушылардан немесе ата-аналардан сабақтың сапасы, оқу процесі жайлы пікірлер жинауға мүмкіндік береді. Бұл оқу процесін жақсартуға арналған пайдалы ақпарат жинаудың тиімді жолы. Google Forms мұғалімдерге арналған қарапайым әрі функционалды құрал. Ол оқу процесін жеңілдетіп, уақытты үнемдеуге көмектеседі. Сіз оны тесттер, сауалнамалар және кері байланыс жинау үшін қолдана аласыз. Бұл құралды пайдаланып көріңіз, оның тиімділігін өзіңіз байқайсыз.